Жарықтың, жарықтығы осындай матамақтың, жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасына қанықпын. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасына қанықпын. Екеуміз неге сонша махаббатқа бөтенбіз? Жүрегімнің тыңдамайтын ақылын, жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекер біз. Жүрегімнің тыңдамайтын ақылын, жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекер біз. Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге Кенез Әлімжанның Жарықтың атты әніне гитара разборштайтын боламын. Сондықтан да осы видеоға лайк басып, астына комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені бұл каналдың әрі қарай дамуына өте үлкен әсер тигізеді. Бұл әннің аккордтарына келетін болса, қазір мен сіздерге баремен және барес көрсететін боламын. Енді барес аккордтар, бұл жерде бірінші аккордымыз АМ аккорды. Бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші латтың екінші саусағымыз екінші латтың төртінші, үшінші саусағымыз екінші латтың үшінші шегінде тұрады. Одан кейінгі дием аккорды. Дием бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші латтың бірінші, екінші саусағымыз екінші латтың үшінші саусағымыз үшінші латтың екінші шегінде тұрады. Одан кейінгі G аккорды. G бұл жерде бірінші саусағымыз екінші латтың бесінші, екінші саусағымыз үшінші латтың алтыншы, үшінші саусағымыз үшінші латтың бірінші шегінде тұрады. Одан кейінгі С аккорды. С бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші латтың екінші саусағымыз екінші латтың төртінші, үшінші саусағымыз үшінші латтың бесінші шегінде тұрады. Одан кейінгі F аккорд. F аккорды бұл жерде бареден кейінгі саусағымыз үшінші, екінші саусағымыз бесінші, соңғы үшінші саусағымыз төртінші шегінде тұрады. Одан кейінгі E аккорды. E бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші латтың үшінші, екінші саусағымыз екінші латтың бесінші, үшінші саусағымыз екінші латтың төртінші шегінде тұрады. Баре аккордтарға келетін болсақ, бұл жерде бірінші аккордымыз бізде бесінші латты дием аккорды. Бұл жерде бареден кейінгі саусағымыз екінші саусағымыз төртінші, үшінші саусағымыз үшінші шегінде тұрады. Одан кейінгі аккордымыз алтыншы латты Б бемоль аккорды. Бұл жерде бареден кейінгі саусағымыз үшінші, екінші саусағымыз төртінші, бесінші, одан кейінгі саусағымыз төртінші шегінде тұрады. Одан кейінгі үшінші латты GM аккорды. Бұл жерде бареден кейінгі саусағымыз бесінші, одан кейінгі саусағымыз төртінші шегінде тұрады. Одан кейін F аккорды. F бұл жерде бареден кейінгі саусағымыз үшінші, екінші саусағымыз бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шегінде тұрады. Одан кейінгі үшінші латта С аккорды тағы. Бұл жерде бареден кейінгі саусағымыз төртінші, одан кейінгі саусағымыз үшінші, сосын соңғы саусағымыз екінші шегінде тұрады. Одан кейінгі аккордымыз бесінші латта А аккорды. Бұл жерде бареден кейінгі саусағымыз үшінші, екінші саусағымыз бесінші, одан кейінгі саусағымыз төртінші шегінде тұрады. Енді переговорға келетін болсақ, бұл жерде 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Переговордан бөлек бізде қағыспен алуға болады. Бұл жерде төмен, жоғары, заглушка, жоғары, төмен, жоғары. Енді осы қағыспен әннің бір куплет және қайырмасын айтып көрейік. Жарықтың, жарықтың, жарықтың осында
барлық үйренген аккордтарымыздан қазір мен сіздерге осы әннің баремен және барес ойналықтарын көрсететін боламын. Енді бізде баремен келетін болсақ, бірінші куплеті 5-ші латта дием аккордтан басталады. Диемге барамыз. Жарықты осындай матамақтың. А аккорды. Одан кейінгі диемге барамыз. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан. Дием. Сенің қаны көз жасына қанықпын. Одан кейінгі А аккордына барамыз. Сосын қайтадан дием. Деген қайталанады. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан. Сенің қаны көз жасына қанықпын. Енді бізде қайырмасы 6-ші латта Б бемоль аккордтан басталады. Екеуміз С-ға барамыз. Неге сонша махаббатқа Ф бөтенбіз. Одан кейінгі 3-ші латта Джем. Жүрегімнің тыңдамайтын ақылын. С. Одан кейін қайтадан Ф. Жер бетінің ақымағы ақ екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекербіз. Бұл жерде Джем, сосын Аға барамыз қайтадан. Бұл жерде қайтадан Джемнен бастаймыз. Жүрегімнің тыңдамайтын ақылын. Жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекербіз. Ал енді барес аккордтарға келетін болсақ, бұл жерде мен каподастрда 5-ші латқа қойдым. Сіздердің дауыстарыңызға қандай лат келеді, сол келетін латқа осы каподастрды қойып айтуларыңызға болады. Енді бізде бірінші куплет аем аккордтан басталады. Жарық дегенге барамыз. Жарықтығы осындай матамықтың. Е аккордына барамыз. Одан кейін дием. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан. Аем. Одан кейін еге барамыз. Сенің ғана көз жасына қанықпын. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан. Сенің ғана көз жасына қанықпын. Енді қайырмасы бізде Ф аккордынан басталады. Екеуміз неге сонша махаббатқа бөтенбіз. С аккордына барамыз. Одан кейін дием. Жүрегімнің тыңдамайтын ақылын. Жер бетінің ақымағы екенбіз. С-дан сосын Е аккордына барамыз. Одан кейін дием. Махаббатты кінәлаймыз бекербіз. Жүрегімнің тыңдамайтын ақылын. Жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлаймыз бекербіз. Енді екінші куплет дәл осындай аккордтармен орындала береді. Достар, бүгінгі видео сіздерге ұнаса, осы видеоға лайк басып, астан комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.